направлял, получается, народ в ту сторону. Қаңтар оқиғасындағы құрбандарды неге билік жасырып отыр? Неге оларды ел күзетпеген? Құрбанға кеткен жастардың кінәсін кім мойнына алады? Жоқ, мен жазуым керек, беріңдер. Қаңтар оқиғасы туралы неге мен жазбаймын? Жоқ, мен айтамын, бүгін қаңтар оқиғасы құрбандары үшін шеру өткізілді. Жоқ, жазамында мен елімді күзетуім керек. Жоқ, мен қалай жазамын? Қазақстан Республикасының Конституциясының 20 бабы 1 тармағы бойынша сөз бен шығармашылық еркіндігіне кепілдік беріледі. Цензураға тыйым салынады. Адам заң үшін тумайды, заң адам үшін жазылады. Цензура қоғамның шындықтан қорқуы. Цензура шындықтың аузына салынған тұсау. Сөз бостандығы жоқ жерде шындықтың үні шықпайды. Цензура өтірікті қорғайды, шындықты қуалайды. Цензура халықтың ойын тұмшалаудың жеңіл әрі қауіпті жолы. Цензура шындықтың үнін өшіру емес, оны естіртпеудің амалы. Егер сөз бостандығы болмаса, басқа бостандықтардың мәні де жоқ. Уинстон Черчилль. Билік қорқатын шындық ол цензура.